Сәлем, менің есімім Анара Қайрат және бұл Ағылшын. Біз ағылшынша нөлден бастап оқып үйреніп жатырмыз. Бүгін екінші сабақ. Бұл сабақта біз бірінші сабақта өткенді қайталаймыз, еске түсіреміз, әліпбидің барлығын қайталап айтып шығамыз. Соған байланысты сөздерді оқып жаттығамыз да, одан кейін екінші сабаққа өтеміз. Ал енді әліпбиді бір қайталап шығайық. Apple. Дәл осылай дауыстап айтыңыз, және де әріптің қалай дыбысталуын, және одан қандай сөз біз жазып отырмыз. Соны да бірге қайталап отырайық. Apple. Banana. Осы жерде сіздерге бір лайфхак. Егер мысалға сіз осы әріпті ұмытып қалсаңыз, астындағы суретке қараймыз. Нені суретеді? Banana. Ол тіпті ағылшын тілінде емес, орыс тілінде, қазақ тілінде де банан деген сөзден б деп басталады, Банана. Қарадық, бірінші әріпі қандай? Б. Яғни бұл әріп қандай? Б. Банана. Бұлай үйрену кішкентай балаларға әсіресе өте көп көмегін тигізеді. Әріптің түрін ұмытып қалса, жаңағы әліпбиді ашып алады да, ішіндегі суретті тауып алып, бұл банана, яғни бұл әріп Б деп оқылады, деп есіне сақтай алады. Ал сол әліпбиді алу үшін мен телеграм каналыма өтсеңіздер, тегін жүктей аласыздар. Cat. Дәл осылай қайталаңыз. Cat. Ал мынау қандай әріп? Dog. Ja, egg. Fish. Gate. Hat. Igloo. Juice. Алма шырыны қалай еді? Apple juice. Kite. Lemon. Monkey. Nest. Orange. Papaya. Queen. Патшайым. Rabbit. Және де осы жерде айта кететін зат, ағылшын тілінде екі әріп қатарынан келсе де, бәрібір бір әріп болып оқиды. Яғни rabbit деп оқымайсыз, бұл бәрібір де бір ғана б болып оқылады. Rabbit. Strawberry. Tiger. Umbrella. Vase. Whale. X-ray. Естеріңізде ме айттым, сөздің басында X деп оқылады, бірақ сөздің орталарына келген кезде немесе сөздің соңында тұрса, бұл әріпті біз X деп оқимыз. Мысықты шақырғандай. Yogurt. Осы әріп бізде дауысты да, дауыссыз да болады деп айтқанмын, ұмытпаймыз. Және соңғы әріпіміз кішкене қисайып қалыпты. Zebra. Zebra.
Ал енді алдыңғы сабақта өткен ережелерді қайталайық. Тұйық буын, жабық буын деп айтып жатқан екі шетінде дауыссыз, ортасында дауысты тұратын сөздерді оқып шығайық. Олар әліпбидің оқылуы бойынша оқылады, иә? Мен сіздерге ол туралы айтқанмын. Әліпбиді толығымен оқылуы бойынша айтып шыққанбыз. Енді оқиық. Бірінші сіздер оқисыздар, одан кейін мен оқимын. Егер мен тез оқып жатсам, онда тоқтатып отырып оқыңыз. Бастайық. Бірінші сөз bad. Келесі. Yeah. Sad. Dad. Red. Lamp. Mad. Келесі қатар. Yeah. Pan. Bag. Осы bag-тағы үшінші әріп G. Негізі шрифтке байланысты әртүрлі жазылады, бірақ сіз жазуда қазақ тіліндегі Д сияқты жазасыз ғой. Оқығанда бірақ Г деп оқисыз. Bag. Г. Gate. Сол себепті Г. Plan. Bad. Past. Last. Жарайсыздар. Бұл бізде apple болған кезде оқығанымыз, иә? Енді келесі дауысты әріпіміз бізде и, ал оқыған кезде біз деп оқимыз. Бастайық. Бірінші сөз red. Bed. Nest. Let. Ten. Net. Pet. Rest. Best. Set. Desk. Help. Wet. Я себебі whale. Wet. Well. Жарайсыздар. Бұл біздің екінші дауысты әріптеріміз. Үшінші дауысты әріпке өтейік. Igloo. Ал оқиық. Bit. Mint. Win. Pick. Big. Sit. Team. Адамның аты. Pain. Fain. It. Осыны it деп жатады, иә? It біздің қазақша собака it сияқты қылып айтады, бірақ it емес, ол it. Hit. Келесі. Swim. Kiss. Steal. Heal. Ill. Will. Peel. Және тағы да қайталап айтам. Ағылшын тілінде екі әріп қатар келсе, ол бәрібір де бір әріп сияқты оқылады. Келесі. Orange. Hop. On. Not. Doll. Dog. Got. Log. Fog. Hot. Stop. Pond. Sup. Drop. Байқайсыздар ма? Дроп осы сөзде д мен р әріпі бірге келген кезде бізде др емес дж деген дыбыс береді. Drop. Кішкене сондайға ұқсайды. Сіз мысалы drop деп айтсаңыз да дж естіледі, қараңызшы. Drop емес, сол себепті кішкене дж-ға ұқсатып айтуға тырысайық. Drop. From. Box. Fox. Boss.
truck. Келесі әріп. Umbrella. Бірінші сөз. Bus. Not. Jump. Up. Cut. Осы жерден айырмашылығын көрсеңіздер болады. Apple мен umbrella. Мысалы, мысық деген сөзді есімізге түсірейікші. Біз оны cat дейміз, иә? Ал мынау кесу деген сөз ағылшынша cut. Айырмашылығын көрдіңіздер ма? Cat, cut. Біреуі жіңішке екіншісі таза дыбысы. Бізде әріпі болғандықтан біз үшін ол жеңіл болады. Келесі сөз. Fun. Up. Sun. Gun. Mug. Plum. Plump. Must. Jump. Dust. Trust. Дәл солай. Р дыбыстар бірге келген кезде біз Ж дыбысын берген сияқты болып еді ғой. Ал мына жерде Р дыбыстары бірге келсе, біз оны Ч-ға жақындатып айтамыз. Trust. Trust. Trust дегеннен гөрі trust. Және де ағылшынша сөйлейтін адамдар осылай көбінше дыбыстайды. Trust. 5 дауысты дыбысымыз бітті. Енді 6-шы Y әріпі бар еді ғой. Бірде дауысты, бірде дауыссыз болатын. Соның дауысты болған мысалдарын алып, сіздерге оқытпақшымын. Кішкене ұзақтау сөздер, бірақ сіздер оқи алады деп ойлаймын. Бұл қалай оқылушы еді, есімізге түсіреміз. Бұл сөзді біз yogurt сөзінде қолданғанбыз. Бұл әріпті біз yogurt сөзінде қолданғанбыз. Yogurt. Яғни біз бұл әріпті деп оқимыз. Symbol. System. Gym. Gymnast. Mary. Story. Sorry. Happy. Foggy. City. Happy емес, 2 п емес. Foggy емес, 2 г емес. Жай ғана 1 п, 1 г ғып оқимыз. Happy. Foggy. City. Т дыбысы естілгенмен, ағылшындар неге екенін көбінше д ғып айтады. City. Бізде бүгін 2-ші сабақ, және 2-ші сабақтың тақырыбы сиқырлы и әріпі. Magic E. Ол дегеніміз не деген мағына? И әріпі алфавит бойынша, әліпби бойынша И деп айтамыз. Негізі біз бұны оқығанда деп оқимыз дегенбіз. Енді арасында біз әліпбидегі айтылуы бойынша оқылатын сөздер болады. Сондай кезде бізге осы сиқырлы И әріпі көмектеседі. Яғни И әріпі біздің дауысты әріптерді әліпбидегі айтылуы бойынша оқуға көмектеседі, бірақ өзі оқылмайды. Дауысты әріптерді еске түсірейікші. Өлеңдетіп айтқан едік, олар өзі 5-ақ. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Осы 5 әріпті енді дәл осылай сөзде A деп, E, I, O, U деп оқимыз. Оған әрине біздің сиқырлы И әріпі көмектеседі. Ол қалай десеңіздер, мына мысалдарға мән беріңіздер. Бірінші сөзді сіздер оңай оқи аласыздар. Hat. Hat. Енді қараңыздар. Дәл осы сөзіміздің соңына И әріпін қосқандықтан біз айттық, ол И әріпі оқылмай қалады да, бірақ біздің ортадағы дауысты әріпін әліпбидегідей қылып оқытады. Сонда had, hate. Қайталаймыз. Had,
hate. Екінші сөзді өзіңіз оқып көріңізші. Pet, pit. Қайтадан, иә? Соңғы әріп оқылмай қалады да, бірақ ортадағы дауысты әріпті бізде әліпби бойынша оқытады. Бізде әліпби бойынша ол и, сол себепті бұл pit. Келесі сөз. Bit. Әліпбиде қандай әріп еді? I. Сонда bite. Келесі сөз. Rot. Road. O, иә, себебі? Road. Сондағы әріпті оқымай қалдық. Cut. Cute. Cut. Cute. Ереже түсінікті болды деген үміттемін. Сиқырлы и әріпін қосқанда әліпби бойынша оқылады. Дауысты дыбыстарымыз. Міне бізде осындай тізім бар. Бірге оқиық. Бірінші сөз. Cap. Cape. Cap. Cape. Tap. Tape. Tap. Tape. Cup. Cube. Cup. Cube. Мен тез оқып жатсам, ортасына тоқтатып өзіңіз оқып үлгеріп алыңыз. Hop. Hope. Hop. Hope. Келесі. Lick. Lick. Like. Lick. Like. Мына сөзді жаңа оқыдық. Bit. Bite. Bit. Bite. Back. Bake. Back. Bake. Pin. Pine. Pin. Pine. Rob. Robe. Rob. Robe. Cut. Cute. Cut. Cute. Cut. Cute. Top. Tube. Top. Tube. Can. Cane. Can. Cane. Not. Note. Not. Note. Mad. Made. Mad. Made. Kit. Kite. Kit. Kite. Pan. Pain. Pan. Pain. Rat. Rate. Rat. Rate. Dim. Dime. Dim. Dime. Cot. Coat. Cot. Coat. Read. Write. Read. Write. Rod. Road. Rot. Road. Rip. Ripe. Rip. Ripe. Керемет! Бүгін өте үлкен жұмыс жасадыңыз. Сабақты көргеніңізге рахмет. Алла зейініңізді ашсын. Сізбен бірге болған Анара Қайрат. Бұл Easy Ағылшын.